Гаррет Бейл ағылшын премьер лигасының 5-ші турында ұзақ жылдардан кейін алғаш рет Тоттенхэм жетесінде қайтадан матч өткізді. Лондондықтар дербиде Вест Хэмді 3-0 ұтып жатқан еді. Ойын аяқталуына 15 минуттай қалғанда алаңға жергілікті супер жұлдыз шықты. Сөйтіп Тоттенхэм аз уақыт ішінде 3 гол жіберіп алып, тең есепті қанағат етті. Оған Гарреттің кінәсі аз, бірақ шыны керек так себе возвращение. Дегенмен оның жалғада болса да оралуы топ трансфері. Бұл ауысым біздің жаңа шығарылымымыздың жарық көруіне себеп болды. Мен Бексұлтан Кеулімқосов сіздерді өз клубына оралған топ 10 футболшылардың рейтингісімен таныстырамын. YouTube'тың жаңа ережесі бойынша лайкты сіздер тек видеоның басында ғана қоя алады екенсіздер. Сондықтан пока не поздно лүпілдетіп алыңыздар. Кеттік. 10-ші орында Уэйн Руни. Англияның аңыз футболшысы кәсіби мансабын 2002 жылы Эвертонда бастаған. Тек оның есімі әлемге Манчестер Юнайтедте танылды. Шрек деген аты бар жартылай қорғаушы MU-ге 37 миллион еуроға ауысып, Қызылдар жетесінде 2004-2017 жылдар аралығында 13 жыл бойы доп тепті. Ол 5 рет АПЛ-ді ұтып, талай кубоктерді жеңіп, Чемпиондар лигасы мен Европа лигасында алтыннан алқа тақты. Сондай-ақ Руни Юнайтедтің үздік сұрмерген атанды. 253 гол. Шабуылдаушы жартылай қорғаушы еркін агент ретінде Ливерпульге қайта оралғанда көктердің жүрегін елжеткені сөз айтты. Мен алаңда Манчестердің формасымен өнер көрсетсем де, үйге келгенде Эвертонның эмблемасы бар пижамамды киіп аладым. 2017 жылы Руни сол кезде Рональд Куман баптаған Мерсисайдтың клубына оралды. MU-де әрі қарай өнер көрсете алмайтыны түсінікті болғанда, жасы 31-дегі аңыздың алдында сан түрлі есіктер ашық болған. Оның Англияның кез келген клубына немесе жалақы көп ұсынған ақш пен Қытай сияқты елдердің командаларына ауысуға мүмкіндігі болды. Алайда ағылшын романтикалық шешім қабылдады. Сөйтіп Руни мансабындағы жаңа вызовқа қарай бет алды. Нәтижесінде клубқа орала салып бірден гол соғып көзге түсті. Алғашқы 2 турда оған Доминик Кальверт-Льюин ассисттік қызмет жасады. Ол кезде Льюин енді танып келе жатқан еді. Лин бе, Левин бе қалай оқылады деп жүргенбіз. Содан бері көп уақыт өтпесе де біраз нәрсе өзгерді. Осы маусымдағы алғашқы 5 турда Доминик 7 гол соғып сұрмергендер көшін бастап тұр. Ал Руни чемпионшипте Дерби Каунтидің футболшысы және бапкер қызметін атқаруда. Оны Эвертонға қайта шақырған Куман болса, Барселонада барандарды баптап жүр. Куман емес, Руни айтамын. Дербидің лақап аты қойлар, яғни барандар. Уэйн Эвертонға қайтып келгенімен онда ұзаққа тұрақтамады. Мерсисайдтықтардың дамудың жаңа бағытын алып, клуб басшылығы ардагер футболшымен болашағын бірге көрмеді. Руниге төленетін жалақыны бірнеше жас ойыншыларды шақыру үшін жұмсау шешімі қабылданды. Негізі дұрыста шешім сияқты сол. Сөйтіп Шрек аға 2018 жылы Тұманды Альбионнан құрама штаттарға көшті. Вашингтонда ағылшындық жаңа тыныс алып, жасындай жарқырап кетті. Сонда да көп ұзамай отанына оралып, бапкер болуға қадам жасады. Бірақ алаңда үлкен матчтарда доп тебуді де әзірге қойған жоқ. Ескерте кетейін, біздің топқа футбол мансабын әлі аяқтамаған футболшылар ғана кіреді. Әйтпесе Марадона 95 жылы Бока Хуниорсқа қайтып оралды деп мыжып отыратын уақыт жоқ. Сосын арендаға барып келгендерді де әлбетте есепке алмадық. Әйтпесе үздіктерді үздіксіз анықтай беретін едік. 9-ші орында Даниэль Карвахаль. Реал Мадрид мектебінің түлегі Дани Карвахаль 2012 жылы өз бағын Бундеслигада сынап көруді ұйғарған. Бірақ испаниялықтың Байердегі жолы ұзаққа созылмады. Ол 5 миллион евроға ауысып Ливеркузенде бірақ маусым өткізді. Алайда сол бір маусымның өзінде Дани чемпионаттың үздік қорғаушыларының бірі ретінде танылды. Оның деңгейі жоғары болғаны сонша Реал бірден өз футболшысын шамамен өзі сатқан ақшасына қайтарып алуды ұйғарды. Байер футбол клубы Карвахальды Реалға жібергеннен кейін Байер аптекаларындағы Карвалолдың сатылымы күрт өсіп кетті. Аптекалардың Карвахальсыз ойыны успокоительсіз көру мүмкін емес болып кеткен. Туған командасына оралған Карвахаль болса бірден құрамнан Альваро Арбелоаны ысырып тастап, мадридтіктердің лидері атанды. Карвахальдың кететіне жүректі ауыртады. Дегенмен біз Реалдың келісім шартта көрсетілгендей, оны қайтарып алу функциясын іске асыратынын о баста білгенбіз. Себебі Дани топ футболшы. Деген еді Байер 04 директоры Рудольф Феллер. Осы маусымда Дани Карвахаль Реалда 3 ойын өткізіп, өткен турда жарақат алып қалды. Алдағы 2-3 айда оны алаңда көрмеуіміз мүмкін. Сонда да 28 жастағы қорғаушы әлі талай рет жанкүйерлерді қуантып үлгеретіні сөзсіз. Ал бізде 8-ші орында Диего Коста. Барселона мектебінің түлегі Диего Коста қайда ойнаса да
сол командада мінез пайда болады. Қайдағы Барселона мектебі деп түсінбей отырсаңыздар, Википедияны бір ашып қарай салыңыздар. Коста жеңіске жету жолында кез келген қарсыласты таптап өтуге дайын. 2007 жылы футболшы Атлетико Мадридке Прагадан 1,5 миллион евроға ауысып келді. 2009-2010 жылдары Реал Сосьедадтың жейдесін киді. Ал 2014-2017 жылдары Челси намысын қорғады. Бірақ түбінде екінші рет Атлетикоға оралуға мәжбүр болды. Бұл жолы оның трансфері үшін матрашшылар 66 миллион евро төледі. Дегенмен испаниялық бразилиялық футболшы үшін бұл соңғы аялдама емес секілді. Жылына 10 миллион евро жалақы алатын Коста былтырғы маусымында Ла Лиганың 23 ойынында 5 гол ғана соқты. Енді шабуылшы өз бабына қайта оралу үшін Жозе Мауриньоның қол астына қайта өтуі мүмкін деген ақпарат тарады. 32 жастағы Костаны Тоттенхемде күтеміз бе? Или ол сияқты жорсткі жігітке тауықтар үшін ойнаған Западлома? Келі сан 7-ші орында Леонарду Бануччи. Келі емес 33-тегі Леонарду Бануччи бар мансабын Италияның чемпионатында өткізді. Ол кәсіби жолын Интерде бастап, Ювентустың да Миланның да намысын қорғады. Бануччи 2010 жылы Бариден 15 миллион евроға қарт сеньора сапына ауысып, 2017 жылы клубтан кетуге мәжбүр болды. Оған себеп сол кездегі Бианконеридің бапкері Массимилиано Аллегримен арадағы жанжал. Бианконери дегенде браконьер деп айтайын деп қалдым. Ты шутишь, что ли? 2017 жылы қорғаушы күтпеген жерден 42 миллион евроға Миланға ауысып кетті. Нәтижесінде миландықтар да, Ювентусте тіпті не Бануччи мен Аллегри де бұл ситуациядан пайда көрмеді. Бануччи Россонери жейдесінде жөнді ойын көрсете алмады. Лео Туринді қатты сағынды. Сөйтіп 2018 жылы орталық қорғаушы 35 миллион евроға Ювеге оралды. Кері бағытта Игуаин кетті. Италияда қызық, ата жауының командасына өнер көрсетсең де жанкүйерлер тарапынан махаббат сейіле қоя бермейді. Енді Бануччи Андреа Пирлоның баптауымен ақ-қара жолақты формада Ювентустың жаңа тарихын жазып бастады. Егер әрине Интер немесе Лациоға кетіп қалмаса. 6-шы орында Иван Ракитич. Севилья Иван Ракитичті Барселонадан қайтару үшін 1,5 миллион евро төледі. Тағы 9 миллионға жуық соманы бонус ретінде береді. Ал 2014-2015 жылы хорват Каталонияға Рамон Санчес Пизхуаннан 18 миллион евроға ауысқан. Блауграныстағы 6 маусымда Ракитич Испанияның 4 дүркін чемпионы атанды. Чемпиондар лигасы, клубтар арасындағы әлем чемпионаты мен УЕФА суперкубогын ұтты. Испания кубогы мен суперкубогын иеленді. Бірақ Барсада жүріп Еуропа лигасының трофейін сағынып қалған шығар. Тағы да осы турнирді жеңу үшін оралған болар. Сонымен рейтингіміздің бел ортасына келіп жеттік. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк баса отырыңыздар. Біз жалғастырамыз. 5-ші орында Давид Луис. Бразилиядан Португалия елордасы Лиссабондағы Бенфикаға ауысып, Европадағы мансабын бастады. Кейіннен Англия және Францияның астаналарында доп тепті. Шыны керек, қазіргі Арсенал қорғаушысы жадымызда Челси жейдесінде мәңгі есте қалары сөзсіз. Ол 2011 жылдан 2019 жылға дейін Роман Абрамовичтің клубында ойнады. Бірақ 2014 жылы 2 жылға Пари Сен-Жерменге кеткені есіңізде ме? Француздар ол үшін 50 миллион евро төлеген. Алайда Луис 2016 жылы 35 миллион евроға Лондонға оралып, Стэнфорд Бриджбен 2019 жылы қоштасты. Луис Францияда ішкі трофейлердің бірін алдырмай иеленді. Чемпионат, кубок, суперкубок бәрін ұтты, бірақ Чемпиондар лигасының қалқан құлағына қол жеткізе алмай кетті. Ол бізге Чемпиондар лигасында үстемдік орнатуға көмектеседі, деп еді ПСЖ президенті Насер Аль-Хелайфи. Сөйтіп Челсиге оралды. Бірақ туған клубы іспеттес командасында футбол мансабын аяқталмады. Көктерге жаңа бапкер Фрэнк Лэмпард келгенде Луиздің болашағы бұлыңғыр көрінді. Екеуінің мақсаттары мүлдем бөлек болып шықты. 9 миллион евроға кеткен Луиздің Арсеналдағы қазіргі ойын қалай бағалайсыздар? Пікірде жаза отырыңыздар. 4-ші орында Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимұлы 2010 жылы қазір өнер көрсетіп жүрген Миланның намысын қорғап, 2012 жылы Парижге ауысты. Ол жерде мансабын аяқтайтын шығар деп жүргенімізде МЮден шақырту алды. Манчестерден Лос-Анджелес Гэлаксиға кеткенде сол Америкада карьерасына нүкте қояды дедік. Бірақ шведтің қартаятын түрі жоқ. Ибрадан құтыла алмаймыз. Милан үшін оның оралуы үлкен олжа болды. Онсыз клуб қатты айтсам кешіріңдер, соңғы жылдары ноунеймдер жиналған болып кетті. Ал биыл
биылғы Rossoneri Златан Ибрагимович өнер көрсететін белді клуб. Оны сыйламасқа болмайды. Әйтпесе, Златан вертушкадан теуіп қалады. Ибрагимович Италияға қайтып келгенде Sky Sports Italy телеарнасында сенсациялық сұхбат берді. Ол өзінің интервьюінде былай деді: егер қайсы бір көрермен Бексұлтан Кеулімқосов арнасына жазылмаса және видеоларына лайк баспаса, каратенің ауыр соққысымен танысады. Златанмен ойнамаңдар. Әзіл атанды ашуландырудың қажеті жоқ. Бұлай деді ме демеді ме деп ойлап отырғанша лайк баса салыңыздар. Шын болып қалса өкініп қалмайсыздар. Үшінші орында Марио Гетце. Марио Гетце, оның өмірі спорттық драма. Мүмкін жылдар өтіп Netflix алтын бала туралы мини-сериал түсіретін шығар. Гетце осыдан шамамен 2 ай бұрын Боруссия Дортмундтан Нидерландыдағы PSV-ға тегін ауысты. Бұл ел күтпеген жаңалық болды. Мен бала кезімнен футболды сүйемін. Онсыз өмірдің мәні жоқ. Спорттың биік шыңын бағындырғаным үшін бақыттымын. Ұтпаған трофейлерім қалмады. Әлем чемпионатында шешуші голды соқтым. Мұның барлығына қолым ерте жетті. Алайда өрлеудің артында құлау да бар екен. Менен бәрі зор үміт күтті. Англияда немесе Германияда жолымды жалғауға болатын еді. Бірақ енді маған тыныштық керек сияқты. Перезагрузка жасау үшін мен PSV-ға кеттім, деді Гетце. Супер Марио бұған дейін Голландияда ойнаған емес. Сонда ол бұл шығарылымға не үшін енді? Оралу дегенде мен оның 2016 жылы Бавариядан Боруссияға қайтып келген кезін еске алып отырмын. Германияның ең талантты футболшысы саналған шабуылдаушы жартылай қорғаушы Марио Гетце Пеп Гвардиола қол астында ойнауды армандаған. Бірақ физикалық қалпы командаластарына нашарлау екенін түсінгендіктен жеке дара жаттығуларды жиірек жасау қажет болды. Еңбегі жемісін беріп, Марио 37 миллион евроға қосылған Бавариясындағы алғашқы маусымын аса жоғары деңгейде өткізді. Бундеслигадағы 27 матчта 10 гол соғып, 9 гол пасын шығарды. Маусым соңында алтын медаль тақты. 2014 жылғы әлем чемпионатынан кейін Гетценің даңқы көкке өрлеп кеткен еді. Сол сәтте финалдағы жеңісті голдың авторына алда тек биік белестер күтіп тұрғандай көрінген. Алайда үміт ақталмады. Уақыт өте келе неміс таланты Бавариядағы негізгі құрамдағы орын жоғалтып алды. Ол бағын ашқан бапкер Юрген Клопптың қол астына оралу үшін Ливерпульге ауысуы керек болған. Әлде 22 миллион евроға Боруссияға қайтуға мәжбүр болды. Гетце екінші нұсқаны таңдады. Бірақ сары қара жейделі жанкүйерлер оның сатқындығын ұмытпаған екен. Марио байырғы абыройын қайта жинай алмады. Клуб оны послал на 3 буквы. Енді PSV-ға кеткен немістің мансабына нүкте қоямыз ба? Ерте сияқты. Жылда әрі техникалық шеберлігі мықты Марио Гетце өз есімін алтын әріптермен қайта жазу үшін жоғары деңгейге қайта оралуы тиіс. Екінші Буфон. Мансабын 1995 жылы бастаған Джанлуиджи Буфон 3-ақ клубтың қақпасын қорғаған. 95-2001 жылдары Пармада ойнағаны менің әлі есімде. 2001 жылдан бері Ювентус. Осы жерде 2018-2019 жылдар арасында Пари Сен-Жерменге не үшін барды дейсіздер ғой? Зачем это все? Зачем? 25 жылдық мансабында бірде-бір чемпиондар лигасын ұтпаған қақпашы француздармен бірге кәрі құрлықтың ең беделі трофейіне қол жеткіземін деп үміттенген. Бірақ діттеген мақсатына жете алмады. Буфон ЧЛ-ді жеңем дегенше турнир аяқталып қалатын сияқты. Бірінші орында Поль Погба. Окей. Манчестер Юнайтед жартылай қорғаушысы 2012-2016 жылдары Ювентусте жемісті маусымдарын өткізген. Сэр Алекс Фергюсон баптаған емеуден Италия чемпионатына ауысуды ұйғарған француздың шешімін көп жанкүйерлер түсінбеді. Алайда Поль негізгі құрамда көбірек шығуды қалаған. Атақты Фергюсон жап-жас футболшыны бірінші минуттардан бастап ойынға қоса бермейтін. Ювентустағы алғашқы жылында Погба 37 ойын өткізіп 5 гол соқты. Италия чемпионы атанды. Артуро Видаль, Клаудио Маркизио және Андреа Пирломен бірге жартылай қорғаушының деңгейі арта берді. Келесі 3 маусымда 3 рет чемпионатты, 2 мәрте кубок пен суперкубок тұтып, Чемпиондар лигасы мен Европа чемпионатының финалдарына шығып, Погба 2016 жылы Манчестерге рекордтық сомаға қайтып барды. Қызылдар 4 жыл бұрын қателескенін мойындады. Бірақ Поль Погба да оған артылған жаңа үмітті толықтады деуде қате. Бәрі қателеседі екен. Бұл өмірде қателік жібермеу үшін осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Қайтып келген қыздардың арасында да жақсылары табылады екен. Біздің рейтингіміз осымен тәмам. Пікірде сіз қай клубқа жанкүйер екеніңізді жаза кетіңіз. Және сіздің сүйікті клубыңызға кім қайтып келсе екен дейсіз. Ол футболшы әлі мансабын аяқтамаған болуы керек. Осымен біздің кезекті шығарылымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Бексұлтан Кеулімқосов. Тағы да лайк басуды ұмытпаңыз. Әйтпесе
Ибрагимовичке айтып беремін.